Саламатсыздарбы балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз дүниетану сабағы. Біз бүгінгі бірінші сабағымыз бастамас бұрын амандасып алайық. Астанада қандай керемет ғимараттар бар. Сол туралы айтпедеге алдарында сурет бар. Сол суреттердің ішінде Астананың ғимараттарын көрсеңізші балалар. Бірінші біз басқан қандай ғимараттар есіңіздер? Кел алып. Суретіңді алып кел. Иә. Шықтақтар. Қандай сурет білеміз? Басқан қандай сурет? Ya, bu қай жақта? Қай қала деген? Жарайсыз. Өте жақсы, кел алып дейміз. Жарайсыз, өте жақсы. Қан келесі, қан келді. Қандай сурет білеміз? Кел алып, қандай сурет? Мемлекелі келсі сарайы өте жақсы. Жарайсың. Отыра қос. Келесі топ. Қасым Жомарт, қандай сурет білесің? Жоқ. Мәңгілік ел. Монументілер келді. Қандай алып? Kan келесі сурет. Сәкен келе ғой. Сәкен қандай сурет өткен Астанамызды? Қандай ғимараты? Иә. Сен қандай сурет білесің бе Сұлтанда? Бәйтерек. Иә, ғимаратын білеміз. Kan келе ғой. Жарайсың, отыра ғой. Келесі тағы, келесі топ. Кел, Ахмет кел алып. Қандай сурет білесің? Кел. Кел алып. Ғимараттың атын айтайымыз? Оларға. Қан шатыры келе балалар. Кел алып. Жарайсың, отыра ғой. Келесі сурет. Кел, Гаупар кел алып. Қандай сурет білесің? Бұл қай жақта? Алматыда ма болады? Астанада екен. Біз Астананың керемет ғимараттарын біліп жатырмыз, иә балалар? Отыра ғой. Жарайсың, өте жақсы. Балалар, біз Астанадағы керемет ғимараттарды не істедік? Бізде қандай ғимараттар бар екен Астанада? Ойын сауық, бейбітшілік келісім сарайы бар екен. Одан кейін мәңгілік ел монументі бар екен. Ақорда деген өте керемет ғимараттар бар екен. Жарайсыңдар, өте жақсы. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызды, жаңа сабағымызды бастайық. Бірінші сабағымызды бастамас бұрын Аңғылымыздан тұрайық.
Ne bala bizden tartışar. Bizden bugünkü жаңа taqdirimiz tavsiz Қазақстан degeni. Biz bugün tavsiz Қазақстан туралы o'tib birinchi жақсылап tыңdab alaylik. So'dan keyin sabaqni boshlaymiz. Қазақстан 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тәуелсіз мемлекет болды. Тәуелсіз мемлекетінің өзінің шекарасы, туы, рәміздері және ата заңы, ұлттық валютасы бар. Олар басқа мемлекеттерге тәуелсіз дербес мемлекет екен. 1992 жылы 4 маусымда тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік рәміздері қабылданды. Қандай рәміздер? Ту, елтаңба және әнұран. Ол 1992 жылы 4 маусымда қабылданды. Келесі 1995 жылы 30 тамызда мемлекетіміздің негізгі ата заңы қабылданды. Ата заңында Қазақстанның азаматтық құқықтары мен міндеттері ресейге жарияланады екен. 1993 жылы 15 қарашада Қазақстанның ұлттық валютасы қабылданды. Мына келесі тақырып. Және де тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті кім болды балалар? Al қазір біздің президентіміз кім? Жарайсыңдар, өте жақсы балалар. Біз кітапты ашып, кішкене тақырыбымыздан оқып кетейік. Кім оқиды? Күназ оқиды ғой. 1993 жылы 4 маусымда тәуелсіздік Қазақстанның мемлекеттік рәміздері елтаңбасы гимнін хабарланды. Жарайсың, өте жақсы. Бақтырсын оқимыз, сияқтан. 1992 жылы 4 маусым тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік рәміздері қабылданды. Өте жақсы, жарайсың. Отырауға. Арқырайыз. Қан мақұланы оқимыз. 1993 жылы 4 маусымда тәуелсіздікке Қазақстанның мемлекеттік рәміздер ту, ел, 25-26 мектеп. Жарайсың, отырауға. Қан сәкен ағай оқып көрейік. 1995 жылы тамызда негізгі ата заңы қабылданды. Ата заңында Қазақстан азаматтарының
Жарайсың, өте жақсы. Келесі әсем оқи ғой. Иә. 15 қарашада Қазақстанның ұлттық валютасы теңге болды. жарайсыңдар, өте жақсы. Енді балалар, біз мемлекетіміздің рәміздерін өтуге, біз осы тақырып бойынша мемлекетіміз рәміздерін суреттерін жүріп көрейікші. Қаны бірінші топтан мемлекетіміздің рәміздерін өтеміз. Мен алдарына мынандай суреттер тастадым. Осы суреттердің арасынан біздің мемлекеттік рәміздерді тауып білейік. Күлет, аял, сен тауып біле қойшқан. Мемлекеттік рәміздерін іліп қойып, кел ауылым, аял. Қандай сурет сізге басын? Иә, жарайсыңдар, мемлекеттік рәміздердің бірінші біз туды іліп қояды, кел ауылым. Келесі топта. Кім біледі? Бағылан кел қойш. Қандай сурет білесің? Бала көрсетеміз. Жарайды, өте жақсы. Бағылан жағылым. Отырау. Жарайсың. Бағылан. Келесі топта. Кім біледі? Kan kewal, ayaw kewal, lew kewal. Kelesi ramizlerimizden biri, qanday? Asram. Jaraysin, bilemiz. Qanday bor? Mana. Bizning memleketimiz ramizlari qaytariladigan birinchi u, ikkinchi ertanga, uchinchi yigit, anvaniki. Qanday kelesi topshirmamizda biz juftlik topshirma o'rnab ko'raylik. Mana suretlarning ishini bizning asem Astanamizning qalasi degan suretlarga o'sha suretlarning ishidan biz atlarni yozishamiz. Qanday suret ko'rib tursinlar? Ikkiga juftdan mana. Senlar mana suretlarni atlarni yozasizlar. Sen ikkiga yozasizlar. Azamat suretni qalma, azamat ber. Sen ikkiga mana suretlarda qanday ibatlar ko'rib tursinlar? O'tiramiz. Aslar жазамыз, сөйтіп әркім өзінің шешуін көргенға. Ручкамен жазамыз, ручкамен. Аттарын жазып қоямыз, суреттерін аттар. Қандай сурет көрді? Иә, жазамыз. Сен екеуі. Сен екеуі. Сен біледі. Шуламаймыз. Шуламаймыз. Айтпай көргенге. Şulamay жазамыз. У нас жазында қандай сурет көрсіңдер? Суреттің астына қандай сурет көрсіңдерді жазып қоямыз. Астына аттарымызды. Өзін көрсіңдер. Өздері жазып. Qanday suretlarni aqtarib berib yozamiz. Berib suretlarni aqtaramiz. Sulamay yazamiz. Ben geleni yazsayız doktor. Tabii sana gel. Ancak tövbe yazamız. Baktım, sen aqtaramiz.
жарайсыңдар, өте жақсы. Қан болып бар бүгін? Әке. Қане балалар, осы бүгінгі тақырыбымыз бойынша біз тақтаға тірек сөздер жауап жазып көрейікші. Кім шығады тақтаға? Бақтырсын келе ғой. Біз тірек сөздер жазып көрген. Қандай тірек сөздерден бастаймыз бірінші? Ту деп жазып көрген. Бірінші сөзіміз ту. Қазына жүйкізі. Әжінде бастаймыз. Қане бала дәптерді ашайық. Дәптерде бірінші тапсырмада рәміздерді бірінші сыныпқа жазамыз. Дәптерді ашамыз. Бірінші сыныпқа бастаймыз. Бақырсын жазғанды рәміз. Өте жақсы бақырсын рәміз. Келесі сұрек жасымен кел алып. Келесі ертаңға жазып көрейік. Бүтін қоямыз. Ертаңға деп басар берді. Қашыласында. Бірінші қатарға жазамыз. Тақтадағы жазу жазамыз. Молодец, жарайсың, өте жақсы. Әдемелеп, басатпен. Басатпен, дәптерлерге ашып жазамыз. Бірінші сұрады. Не сөздерді? Бірінші сұрады. Жазамыз. Аңай көшіп отырмыз. Келесі. Бұнда шауы. Келесі сөзіміз аңған. Ертаңға дегенде балалар қате бар ма, жоқ па? Қатесіз кім табады ертаңға дегенде? Қате бар ма, бір қате бар? Кім табады? Ертаңға деген сөзде бір қате түген. Молодец, Сәкен, өте жақсы. Оң деп жазуымыз керек екен, Күндас, жарайсың, өте жақсы. Келесі сөзге бақтырсын келе ғой. Келесі сөз жазамыз. Тәуелсіздік деп жазып көрейік. Басат не? Сен жазып көрейік. Тәуелсіздік. Дәптерге жазып отырамыз балалар. Көріп жатыр ма? Жақсы. Өте жақсы. Рахмет жазамыз. Одан кейін тәуелсіздік. Төбесінде хата жазамыз. Әдемелеп жазамыз. Дәл жауылмай, кішірек қылып, сызықтан шығармай. Өте жақсы жарайсың.
жақсы. Азамат, жазым бар ма? Өте жақсы. Келесіге ай көрген, кел ау. Келесі сөз ата заңды жазайық. Басар келді. Келесі сөз ата заң. Дәптерге жазайық болар. Жақсы, өте жақсы. Өте жақсы жарайсың. Өте жақсы жарайсың. Жақсы. Қане? Өте жақсы. Жарайсың. Келесі сөз Нұр Сұлтан кел. Сызбақтан келе ой. Нұр Сұлтан деп отасын шықса бар, е? Жазайық. Нұрсұлтан бастап берсін. Азамат жаза ой. Қолын қойып отыр алға. Қолын қояқ сарыға. Қалтадан жазамыз. Қолын қойып отыр алға. Қолын қойып Нұр Сұлтан, Сұлтан деген бастап келді жа. Бастап келді. Иә. Келесі сөз теңге жазайық оған. Келесі сөз теңге. Теңге. Қате жазылардың тұқылған. Тең бар. Тең. 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 Теңге. Жақсы отырауыз. Теңге. Теңге. Келесі тапсырма, екінші тапсырмаға шыдап кетейік. Екінші тапсырмада біз балалар бірінші суретте не көрдік? Бірінші суретте тәуелсіздікті көрдік, иә? Біз тәуелсіздікті қай жылы алып балалар? 1991 жылы. Біз бірінші суретті 1991 деген сөзге апарып қосамыз. Міне. Одан кейін
Kelesi topshirmada Tavsiz Qozog'istonning belgilari qanday? Suratlarda aqavun yozib bergan. Birinchi suratda ne bordir? Nursulton Nazarboyev. Ya, biz bolaga yer basi deb yozishimiz kerak ekan. Birinchi suratda yer basi deb yozamiz. Yer basi deb shu tartibga yozamiz. Birinchi suratning aslida yer basi birinchi suratning aslida yer basi deb yozamiz. Yer basi deb o'tib jaraydi. Bastan yer basi deb yozamiz. Yer basi deb yozamiz. Yer basi deb yozamiz. Yer basi. Yer o. Yer basi. Kelesi suratda ne bordir bolalar? Birinchi tuğdu o'qigancha uxlab bermaydi. Birinchi tuğdu o'qib, tuğda tamam bu bir qarab berish bor. Mana birinchi tuya o'zi tuğdun aslida mana najirlar tuğ. Ikkinchi suratda ne bordir? Yertamba. Yertambani ikkinchi sirtqa yozamiz. Uchinchi anran uni uchinchi sirtqa yozar ekanmiz. Жазышlar qoladi. Yertamba. Birinchi tuğdu yozamiz, ikkinchi yertamba, uchinchi anran yozamiz.
sarığa kan jaz bakalım. Bunları sümbeyedim. Jaslar ya. Nasıl lanjut jazlar sümbeyi. Kan çevalar. Kan çevalar sümbeyi. Kızıl bayrak sıramız sümbesi. Sen bayrak sıramız. Kan da sıramız. Bakalım bayrakla harcayacak sıramız. Bundan da sen bilirsin. Sümbesi. Bunlar olsa Biber, cara itu